Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз сіздерге осындай қысқаға лечо салатын жабуға кеңес береміз. Дәмі өте ерекше, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнамнан түрлі рецепттер табасыздар, жаңадан да рецепттер шығады. Жіберіп алмас үшін подписаться кнопкасын басып, видеоға лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Ең алдымен салатты дайындау үшін біз көкөністерді аршып, сыртын жуып дайындап аламыз. Кейін оны осылай бөліп, артық жерін алып тастаймыз да, 4-3 бөліп блендердан өткіземіз. Не болмаса ет өткізетін машина, яғни мясорубкадан өткізіп алуға болады. Барлығын осындай қылып жақсылап тұрып пюрелеп аламыз видеодағыдай. Кейін қалған көкөністерді дайындаймыз. Ең алдымен үккіштің ірі үккісін алып, біз сәбіздерімізді барлығын үккіштен өткізіп аламыз. Сонымен қатар пиязымызды да біз жақсылап тұрып турап аламыз, яғни жартылай сақина етіп, полукольца дейді, сондай етіп турап аламыз. Кейінгі көкөнісіміз бізде тәтті бұрыш, яғни болгар бұрышы. Болгар бұрышын біз ұзынша етіп, видеодағыдай түгелін турап аласыздар. Осындай ұзынша, қатты қалыңдықта емес. Енді барлығын қайнататын болсақ, ең алдымен біз қызанағымызға 200 грамм сұйық майымызды қойып, орташа отқа қойып қайнатамыз. Қайнай бастағынан орташа отқа қоямыз да, 5 минуттай бір жақсылап тұрып қайнатып аламыз. Кейін осы қайнатып алған көкөністерімізге біз тәтті бұрышымызды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Оны жақсылап араластырып, бір бұрқыратып қайнатып аласыздар. Кейін тәтті бұрыштарымыз қайнағаннан кейін үстіне көкөнісіміз, сәбіз бен пиязымызды салып, оны да араластырып, жақсылап бір қайнатасыздар. Кейін осы көкөністеріміздің үстіне біз қайнай бастағаннан кейін, бір қайнатып алғаннан кейін үстіне біз дәмдеуіштерімізді салатын боламыз. Яғни ол 2 ас қасық қант және де 2 ас қасық тұз, және татымына қарай бұрышты да қосасыздар. Бұрыш өздеріңізге қалай ұнайды, сондай етіп қосып, жақсылап барлығын араластырып, 45-50 минут пісіресіздер. Яғни барлық көкөністің суы шығып, суы тартылып, қоюлау болу керек. Соға дейін жақсылап қайнатасыздар. Кейін 10 минут қалғанда уксусты қосып, тағы да жақсылап бір араластырып аласыздар. Барлығын жақсылап қайнатып аласыздар. Уксус қосқаннан кейін 10 минуттай. Сосын кейін барлығын стерилденген банкаларға салып қоясыздар. Осындай керемет салат дайын болды. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.